Баршаңызға сәлем достар. Айка Фуд каналына қош келдіңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Бүгін мен сіздерге 20 минутта дайын болатын шұжықтың рецептін ұсынамын. Ендеше, менің видеомды соңына дейін көріңіздер. Бізге шұжықты дайындау үшін соевый соус, күнбағыс майы, тұз, қара бұрыш, қызыл тәтті бұрыш, яғни паприка бұрышы және дәмдеуіштер қажет. Барлығын үлкендеу бір ыдысқа салып алып, жақсылап араластырамыз. Дайын соусымызды тауықтың төсетіне жағып шығамыз. Бір келгі қылып, барлық жеріне жағып шығамыз. Және де тауықтың төсетін әрбір жерінен ішкі жағынан тіліп қоюға болады. Осы шұжықты жасап көріңіздер, себебі өте тез және оңай жасалады. Өте қарапайым әдісі шұжықты жасаудың, және де қонақтарыңыз риза болады. Бұл шұжықты жасауға 10 минутқа да жетпейтін уақыт кетеді, және пісуге 20 минут уақыт кетеді. Сонда бар жоғы 30 минутта дайын болады бұл шұжығыңыз. Әркім өз қалауынша орап байлауға болады. Екі шұжығымызды орап болғаннан кейін духовкаға салып 20 минутта пісіріп алатын боламыз. Міне біздің шұжығымыз да дайын болып қалды. Бұны өз қалауыңызша әрлеп дастарханға қоюға болады, немесе жаңа холодный нарезканың қасына кесіп қойғанда өте әдемі болады. Және де балдарға беруге болады. Ешқандай қоспасы жоқ құрамында.